Бұрын антибиотик қабылдаған тез емделіп кететін едім, қазір емделмеймін сол антибиотик ішсем де, жылдан жылға ауру өршіп бара жатыр ма, әлде мутацияға ұшырап бара жатыр ма, тіпті БАД ішем, БАД-ың өзі көмектеспей жатыр. Не істесем болады, дәрігер ағай деп келетін сұрақтар көп, және науқастардың көбісі айтады, иммунитетті көтеретін бір дәрі бар ма, әлде жоқ па деп, қандай витамин ішсем болады деп. Иммунитеттің мынандай рубильнигі жоқ, көтере салатын, түсіре салатын. Иммунитет ол сіздің ішкен тамағыңызға байланысты, ас адамның арқауы дейді ғой. Сол себептен иммунитет сіздің асқазан ішек жолдарыңызда құрылады 90%. Сол себептен жақсы тамақ жесеңіз, қуырылған немесе полуфабрикаттар жемесеңіз, сорпа ішіп, кәдімгі ет жеп жүрсеңіз, өзіңіздің генетикаңызға сай, сөйде сіздің иммунитетіңізді ешкім бұза алмайды. Ал енді антибиотиктерге келетін болсақ, осы кезге дейін аптекаға барып, антибиотик алып, біз дәрілерді іше беретін, сөйтіп біздің ішіп жүрген антибиотиктерімізге қоршаған ортадағы бактериялар тұрақтылық орнатып алды да, сол себептен кезіндегі антибиотиктер қазір жұмыс істемейді. Мысалға алатын болсақ, стрептомицин, пенициллин, тағы антибиотиктер қазіргі таңда жұмыс істемейді. Сол себептен антибиотик ішетін алдында өзіңізге дәрігер болмай, дәрігердің кеңесін алғаныңыз жөн.